Екінші практика мен көп ақшаға лайықтымын деп аталады. Ақша біз өзімізді қаншалықты бағаласақ, соған сай көлемде келеді. Егер іштей үлкен ақшадан қорықсаңыз, немесе бұл мен үшін қолжетімсіз, мүмкін емес деп өзіңізді шектесеңіз, табысыңыз өспейді. Миыңыз көп ақшаны сіз үшін қауіпті деп қабылдап, ондай ақшадан қорғап, сол бұрынғы аз табыста ұстап тұра береді. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін бүгінгі жасайтын әрекетіміз: айна алдына барыңыз, өзіңіздің көздеріңізге тік қарап тұрып, мен ең жақсы өмірге, ең жоғары табысқа және шексіз берекеге лайықтымын деп айтыңыз. Бұл сөздерді айтқанда денеңіздегі сезімдерді бақылаңыз. Егер бойыңызда қысылу болса, немесе бұл мүмкін емес, өтірік айтып тұрмын деген сияқты сезім болса, демек кедергі бар деген сөз. Бұл практиканың пайдасы санаңызды шектеулі ойлардан босатып, байлықты қабылдауға дайындайды. Есіңізде болсын, егер сіз өзіңізді бағаламасаңыз, әлем сізді бағаламайды. Келесі үшінші практикалық қадамды жіберіп алмас үшін өзіңізге репост жасап, 3 досыңызды белгілеп, сақтап алуды ұмытпаңыз. Және комментарийға мен көп ақшаға лайықтым деп жазып кетіңіз. Орындалсын.